Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен таңғы аста бір жұмыртқа жеудің пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Алдымен бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Таңғы ас кезінде бір жұмыртқамен ғана тамақтанатын болсаңыз, иммунитетіңіз күшейіп, ағзаңыз бактериялармен белсенді күресе бастайды. Жұмыртқаның сарыуызындағы холин деп аталатын компонент мидың белсенділігін арттырады және есте сақтау қабілетін жоғарылатады. Сонымен қатар Альцгеймер ауруынан да қорғайды. Ол спортшылардың мәзірінде де міндетті түрде кездеседі. Өйткені бір жұмыртқада ақуыздың тәуліктік нормасы 15% бар. Бір тауық жұмыртқасы 70 калориядан тұрады. Сондықтан артық салмақтан құтылу үшін қолдануға болады. Бұл тағам көзге пайдалы. Оның құрамында зиянды ультракүлгін сәулелерден қорғайтын антиоксиданттары бар. Сондай-ақ ол катаракта ауруынан сақтайды. Жұмыртқа көптеген пайдалы дәрумендер мен минералдардан тұрады. А, Д, Е, В, йод, мырыш, кальций, магний, темір және фосфор элементтерден тұрады. Оның көмегімен аштық сезімін ұзақ уақыт басуға болады. Жұмыртқада фолий қышқылы кездеседі. Фолий қышқылы жүректің қалыпты жұмыс істеуіне және жүктілік кезінде ұрықтың дұрыс дамуына көмегін тигізеді. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына баса мән беріңіз. Мәселен, жұмыртқаның сыртында Д деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақталу мерзімі 7 күн. Егер де С деген жазу болса, ол столовый деген сөз. Демек, асқа пайдалануға болады. Қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде, немесе үйіңіздегі тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрғанын көреміз. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан, онда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші жұмыртқаны жуып алған дұрыс. Жұмыртқаны қайнатқанда оның толық піскенін мұқият қарау қажет. Себебі шала піскен жұмыртқаның бірнеше сағаттан соң жеуге болмайды. Мысалы, жұмыртқаның ертеңге дейін түнде шикілеу етіп қайнатқан болсаңыз, таң атқанға дейін оның ішінде бактериялар көбейіп, ол асқазан ішек жолдарына зиян келтіреді. Жұмыртқаның зиянды жақтарын айтатын болсам, холестериннің ең үлкен мөлшері осы тағамда. Холестерин адамның ағзасында қауіпті процестерді тудырады. Оның кесірінен жүрек тамыр аурулары дамуы мүмкін. Көптеген адамдар ұзақ уақыт бойы тері ауруларынан зардап шегеді. Ол жұмыртқадан болуы ғажап емес. Өйткені бұл тағам аллергиялық реакция тудыратын тағамдардың қатарында. Әсіресе жұмыртқаны ерте жастағы балаларға аллергия беруі мүмкін. Себебі жұмыртқада ақуыздар бар. Егер де ағзада ақуыз мөлшері көп болса, зат алмасу процесі бұзылып, бүйректің қызметіне кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан күніне 2 жұмыртқадан артық тұтынбаған дұрыс. Сонымен қатар, жұмыртқаның құрамында холестерин көп. Сондықтан қанында холестерині жоғарғы адамдарға шамадан тыс жұмыртқаны тұтынуға болмайды. Қорыта айтатын болсақ, ішек инфекцияларын болдырмау үшін ең әуелі жұмыртқаның сыртын жуып пайдалану керек. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен алдағы уақытта қызықты әрі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Және де жұмыртқа туралы ой-пікірлеріңіз болса, жаза кетіңіздер.